Әлбі сізге көрсетеміз қайт кигізді бола тағанда. Бұл кішке сцена кигіз етеміз ойкон болук. Біз сізге просто демонстративный ролик етеміз, чтобы аңлатпаға қайта выглядит, чтобы сіз могли потом дома проверить и попробовать. Әлбі бізде бұл не бізде столда? Жүн керек кигіз баспаға, өрі керек кигіз баспаға, байрамаға жеп керек, су керек, порошок керек, себеміз, чтоб затты шуаш сайсын деп, зат керек, иголка керек, зат. Үйнемен шығарда? Үйнемен шығар керек. Наға не дейді бұға? Өрі деп айтамыз. Бұға өрі дейді? Өрі деп айтамыз. Наға бізде бұғыла көрсетпеге, ұзында соң қалай бола тағана? Ең басын қалай басылаймыз абай? Өрі саламыз, тозып, оны соң бұға жүнді саламыз. Юн қайды болыр екен? Жүн Енді басында оны... басылып, оны түтеміз, жүнді тазылаймыз. Қоқысы болады жүннің, қоқысыларынан тазылап, жүнді әрі түтіп, ем затқа саламыз, өреге салып басылаймыз. Басылап түйілікті саламыз әрі өтіп. Салып, онсын үстіне жүзлік саламыз, тегіс болсын деп. Yüzlük de o ne? Yüzlük деген ıspay etip tütülgen жүн, юнтарақпан түтілген жүнді ıspay болсын деп, тегіс болсын деп, оны саламыз үстіне. Жоғарын ıspay болсын. Жоғарын. Оны порошок себеміз, шуашы тайсын деп. Көрсет болды па, қалай болады екен ол? Адамдар егет аласын деп. Порошок тіштереміз, шуашы тайсын деп біраз. Оның соң сыпырғышты алып, суды себеміз. Су үстінде тегіс, сыпырғышпына тегіс түссін деп себеміз. Су қайнаған су болады? Қайнаған суды құямыз. Қолды көтерміз, біз поспансы етеміз? Етеміз. Оны сап кетіп, өрімен зәттеміз. Өріді ораймыз. Жүнді асып. Өріді орап, жеппен байлаймыз. Полтырсып байлаймыз жеппен, да? Сап байлаймыз, чтоб сойыспасын деп. Жүн кетпесін бір яққа деп. Ondan soң өреді ұрып басылаймыз. Yarım saatте ұрамыз. Чтоб кигіз етек ерінде не шақ адам оны кигіз етерлер тұтадылар? Кигіз етекте 5-6-10 адам болса да ярайды. Көп болғанда әрі болады. Кигіз қаты болады. Кигіз әрі түседі. Ұрып басылаймыз өреді. Ondan soң өреді. Yarım saatten sonra şeşir. Yarım saatten sonra jipti şeşir, örüdü çıkarırız. Örüdü çıkarırız. Örüdü çıkarganda yündü. Abi, men anlamam yarım saat. Yarım saat örüdü. Örüdü elendirgenden soң, omnadı болады. Жүннің ады қатып оға тығыз болады да? Қатып оғышайын, сол бес білек етеміз. Оны көрсетейік абай? Ярым сәттен соң мен ағылымын кигіз бұлай болады да? Тығыз болып қалады, болады? Тығыз болады, бір-бірімізге итіп, өретін үстінде. Өретін үстінде соң оны итіп тұрамыз бір-бірімізге. Ояқты дүрпіше, мен яқты айландырамыз да? Айландырып. Айландырамыз. Bunu da ipten байлау керек тұр, да? Байлау керек тұр, өріден шығарамыз. Өріден шығарған соң иттек етеміз, бес. Бір-бірімізге иттек етіп, өрідің затынан, чтоб өріді... Иттек ол қалай иттек деген? Иттектен 4-5 ояқты тұрады, 4-5 бияқты тұрады. Бір-бірімізге итейміз кигізді. Көзет болды, мен алып таяғызайым. İtemiz dağın üstünde değil mi? Öğretmen üstünde. Öğretmen teyzeyim bu demonstrasyon işimiz sağ burası.
бес білек етеміз. Бүт орайым, мен орайым да, өз шетінен? Жоқ, бір жақтан ораймыз да. Бес білек етеміз. Бұлай айландырамыз? Мұны айландырамыз. Бес білек етеміз, бес кері айландырып, ояқтан да, бияқтан да. Айландырғанда қалай айландыру керек? Өзінің техникасы бар ма, қайт? Жоқ, бір... Нерген айландыру керек да, мұны ол көттен? Білекке саламыз. Бес пішес сөйтіп тұрып етеді. Бес кері ояғынан да, бияғынан да айландырамыз. Бес кері получай, неше ол жетіріп? Bir yolu, iki yolu? Бес кері айландырамыз. Бес кері айландырып болып соғын, әршеттен. Соғын болды. Болды. Бес білек етеміз, оның соң итек етіп басылаймыз, бір-бірімізге арып. Итек, о бізді ғой? Оға дейін жіппінен тігеміз. Инемен шығырып тігеміз, салып тұрсын екенбіз да? Инемен шығырман тігеміз де, чтоб сойыспасын деп, тегіс болсын деп кигізді. Оны салып кетіп, бір-бірімізге арып, бітіп атып тасылап, итей береміз. Мен ояқ қайтаймын, анаулар бияқ қарайды. О, қалай болды? Сіз бұлай тасылаймын? Мен сізге арап тасылаймын, оны соң сіз маған қарай етейсіз. Не апат мен тасылаймын? Итейміз? Итеп тұрамыз. Таслап? Итейміз? Таслап итеп тұрамыз. Аладым. Оны не шақын аламай көріп? Оны бір жарым саат етесің. Итеп бір-бірімізге итеп қатқы шайын кигіз қатады. Yarım saat ол қату керек, да? Yarım saat, бір сәттен қату керек. Оны соң жіпті алып, тағады білек етеміз. Тоже. Үш кері айландырып, үш білек деп айтады, үш білек етеміз. Әр шетінен, да? Бір шетінен үш керем, екінші шетінен үш керем. Үш кері етеміз. И неше ол істіріп, бір ол етсек болады, да? Жоқ, үш кері айландырамыз. Үш кері айландырып, оның соң кигіз ару болып қатады. Шетінен тегіс етіп кесіп, узорлар салып басаймыз. Судың астына ол қайдан қол керек, қаты болсын деп? Зайт етірін шәне? Жуу керек, шуашы тайсын деп. Ол қайдан етеміз соны? Бес білек еткен соң, ағатан судың астына? Кранның астына салып шуашын тайдырамыз. Шуашын тайдырған соң бір затқа салып, ағашқа салып, кепсіндеп кептіреміз. Кепкен соң узорла салып бастаймыз. Енді басында шеттерге... Шетін кесеміз, тегіс етіп. Оны соң узорлатып болады, да? Оны соң узорлатып шет құю етеміз. Шет құю, қалың құю салып, шет құю етіп, бұзау тыстасы тартамыз. Бұзау тұс тегіс болмарек. Бір бармақтың затындай болып, біреу ояқтан, біреу бияқтан болып, теп-тегіс болып, қатырады кигізін. Бұзау түс түгі керек күнде, бір бармақ арасында болу керек. Зат от шетін қатырады кигізін. Оның соң ою салып басаймыз ортасына. Ат ою, шешекей салып басаймыз. Сондай ойларды салып, кигіз қатады совсем. Оюдан соң кигіз мұқаятты қат. Қатады, ою получается кигізді слайды қатырады. Endan o получается biz oyu tüpüge bolamız, sudan sonra suda ıslау керек, bir yarım saat, bir saat de. Ağatan sudun astına ıslayımız. Osunu kurup kağa salamız. Şuaşını taydıramız. Kurup kağa soң neşe zaman durur? Kurup қалған соң күннің өзінде тез кебеді. Yarım saat, bir saatте кебеді. Onu sonra örüp tüp bastı. Onu соң кепкен соң шетін кесіп ою төгіп бастаймыз. Ою қатырады. Егер ету неше zaman алады? Если қатынлары көп болса? 2-3 saat болады. 2-3 saat. Неше қатын керек? 8 адам керек, 2-3 saatten біріме? 8 адам, 6 адам солынай боладылар. Размері қайда получается береміз? Среднем 2 saatте қайда размері болу керек кигіз? Кигіз 2,5 метр, ярымлықта болады, метр болады. Примерно сондай размерға 8 адам 2 saatке болады қолғы, да? 2 saatке болады. Өрнектің мәнелері қайда баршы? Мәне бар ма ода? Өрнектің мәнелері бар. Шетіне бұзау түс деп айтады. Шет құю саласын, ат ою деп саласын. Қошқар мүйіз деген затлары бар, мәнелері бар.
оюларын. Шешекейлер саласың. Әркім өзінің қарауына көрі салынады. Уже тігетін адам өзінің ойына көрі, да? Ал айтачы? Өзінің мнениесі болған шақта қайтып жүйесін сөйтіп етесің. Айтачы шешекей деп, қойын мүйізі деп. Оның смыслы бар, байлық деп, бұры богатство, или бір күшті бар, означает. Соның мәнері бар ма? Болады, бізде қошқар мүйіз деп салынады, ат ою деп салынады шетіне, бұзау түс деп салынады, тауық тырнақ салынады. Оюлардың мәнелері бар, көп. Тауық шабайықты да